Апа, мына ұршы қиырып отырғаныңыз қалай? Қазір дүкенде бәрі дайын жіп те бар, дайын зат та бар. Сіз болсаңыз ұршы қиырып отырсыз. Ой, қарғам-ау. Бұл ұршы қиырсем маған ермек, жүйке жүйем тыныштандырады. Жақсы дем аламан. Ескінің көзі, дананың сөзі. Қазақтың әр әрекетінің формалық көрінісімен қатар мәндік, мағыналық маңызы барын ұқтырғандай. Ұршық ол жай ғана жіберу құралы емес, заманауи тілмен айтқанда өзіндік релаксация. Сол сияқты басқа да қазақи салт дәстүрлердің астарында да терең мән барына бүгін куәгер боласыздар. Одан кейін бұны жүннен иіріп, немерелеріме байпақ тоқиым, қолғап тоқиым. Ондай да өнеріңіз бар ма? Иә, о салыда тоқығанбыз өз уақытында. Ол байкеде тоқимыз. Енді ол қазақтың бұрыннан бері келе жатқан ата салтымыз, бұдағы бір қазақтың өнері ғой. Көне салт, әдет салт ғұрыптарымыздың жойылып, әзір ұмытып бара жатқандары да бар. Мәселен, құрсақ шашуы деген бір жақсы салт дәстүріміз бар еді. Әзір ол жоқ болды, қарғам. Оны айтсақ көп сөз. Ол неге жоқ болды, неге ұмыт болды, апа? Енді кейін заман өзгерді, саясат өзгерді. Адамдардың дағы көнелер кетіп, жаңа жастар қалды. Оны үйрететін, оны істейтін жағдайы болмай қалды ғой. Оны қайтадан жаңғырту қажет деп ойлайсыз ба? Әлбәтте, өте ғылымилығы бар, өте жақсы дәстүріміздің бірі ғой ол. Сүтпен біткен мінез сүйекпен кетеді. Бірақ адам болмысының қалыптасуына сүттен де бұрын әсер ететін бір ас бар. Ол қандай ас? Аяғы ауыр әйелдер көптеген нәрселерге жерік болады, немесе бір табылмайтын заттарға жерік болады. Қазақта мынандай сөз бар. Жерік асқа қанған жетілер, қанбаған кетілер. Баланың рухсыз болуы, дарынсыз болуы, ынжық болуы тікелей ананың өті жетілмегеннен болады. Құсу ол тектен тек болмайды. Құсу ол бағана әйел адамда бауыр жұмысында, өт жұмысында әлсіздік болатын болса, әйел адамдар көбінесе құсуға алып келеді. Құрсақ шашу дәстүрінің мән мағынасы қайда? Осы сауалдарға біз сіздермен бүгін кеңірек тоқталатын боламыз. Жан-жақты зерделейтін боламыз. Этнографтың көмегіменен, көнегөз қариялардың көмегіменен, және де дәрігердің көмегіменен құрсақ шашу дәстүрінің медициналық тұрғысынан мән мағынасына терең бойлайтын боламыз. Көріп қана қоймаңыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар, жақсы ма, жаман ба, лайк басап отырыңыздар, және де егер де біздің осы видеомызды бөлісетін болсаңыздар, бұл сіздердің осы дәстүрдің көбірек тарауына, халқымыздың ұлттық құндылығының өз дәрежесіне қалыптасуына тигізген көмектеріңіз болады. Және де парақшама жазыла отырыңыздар. Құрсақ шашу ырымы деп біз мынандай жағдайда айтамыз. Аяғы ауыр әйелдер, біз білеміз, аяғы ауыр әйелдер көптеген нәрселерге жерік болады, немесе бір табылмайтын заттарға жерік болады. Соның жерігін басу үшін көрші қолаң, қыз келіншектер, апалар өз қолдарымен дәмді тағамдарды пісіріп, сол ауыр аяқ болған келіншектің алдына әкеліп, солдан дәмнен татқызады. Бүгінде кейбіреулер, әсіресе шала қазақтар, бұрынғының бәріне ескілік, надандық, қазақылық деп қарайтын жасырын емес. Ескінің бәрін ерсі, жаңаның бәрін жақсы деп айтуға бола ма? Ғасырлар бойы қанға сіңген ұлттық мәдениеттің бір көрінісі құрсақ шашу дәстүрінің терең мән мағынасы мен ұрпақ болмысын қалыптастырудағы зор маңызын екінің бірі ұға білсе қанекей. Құрсақ шашу дегеніміз
әйел адамның аяғы жүкті болғанда, яғни аяғы ауыр болған кезде көршілерінің, жақындарының, абысындарының, құрбы құрдастарының сол әйелдің жерігін басу мақсатында әйелге түрлі түсті өзінің жегісі келген тағамдарын дайындап береді. Сол жүкті әйелді разы қылу мақсатында әйелге түрлі түсті тағамдарды ұсына отырып, өзінің жақсы көретін заттарын беріп, әйелді разы қылу. Жүктілік 3 кезеңнен өтеді. Біріншісі ұрықтың пайда болуы, яғни баланың енді бастап даму кезеңі. Екінші кезеңі жүктілік кездегі баланың қозғалу процестері, яғни қозғалу деген балаға ақырындап жан бітіп, бала бүлкілдей бастайды. Ал үшінші кезеңде баланың толықтай дамып, ойлау, жүйке жүйесінің даму кезеңі. Осылай біз 3-ке бөлеміз. Әр жүктіліктің өзінің ерекшеліктері болады, және тамақтану әйел адамның өзінің дұрыс салауат салтты ұстану деген танымы болады. Яғни бірінші кезеңінде әйел адам түрлі витаминге бай тағамдарды қолдану керек. Не үшін олай айтамыз? Өйткені осы бірінші айында, яғни 3 айлық кезеңінде әйел адамдар йодқа тапшы болады. Өйткені адамның иммунитеті түсіп, әлсірей бастайды. Және бізде өт, бауыр, асқазан, ұйқы бездеріміздің қозып, солардың түрлі хронический ауруларымыздың қозып, соларда әлсіреу кезеңдері басталады. Яғни құсу ол тектен тек болмайды. Құсу ол бағана әйел адамда бауыр жұмысында, өт жұмысында әлсіздік болатын болса, әйел адамдар көбінесе құсуға алып келеді, сусыздану процесі басталады. Бұл кезде біз қалай істейміз? Бұл кезде біз көбінесе сұйық тағамдарды көп қолдануымыз керек, майлы тағамдарды аз жеуіміз керек. Яғни өтке тиетін, бауырды қозғайтын тамақтардан алыс жүруіміз керек. Яғни йодамарин, йод, теңіз өнімдерін көп қолдануымыз керек екен. Осы алғашқы 3 айда ішкен жеген витаминіміз балаға 90% әсер етеді екен. Баланың рухсыз болуы, дарынсыз болуы, ынжық болуы тікелей ананың өті жетілмегеннен болады. Соның үшін біз оның алдын ала 3 ай, 6 ай болып бұл ананың өтін жақсылап тұрып емдеуіміз керек. Шарананың дұрыс қалыптасуына жүктіліктің әсіресе алғашқы 3 айының өте маңызы зор екенін ата-бабаларымыз ежелден ақ білген. Сондықтан құрсақ шашуды сол кезеңнен кешіктірмей жасаған. Бұл дәстүрдің мағынасы аяғы ауыр әйелдің жерігін қандыруда ғана емес, одан да терең мәні бар көрінеді. Жерік ас тек қана ана үшін қажет емес. Ол іштегі шарананың өзінің жанын қалау арқылы сырттағы әлеммен байланыстыратын сондай бір ғажайып тылсым бір құдіреті бар екенді. Ол мына шарананың жанының қалау, не қалап тұр? Демек, жеріктік деген іштегі жатқан шарананың жанының қалауын білдіретін, ағзасына қажет дүниені талап ететін көрініс болып тұр ғой. Анаға көңіл бөлмесе, онда іштегі шарана сезеді екен. Көрдіңіз ба? Сол шарана сезгендіктен өзіне жерік асты ананың бойы арқылы, талап ету арқылы айналасын біріктіріп отыр. Егер ана жерік асын дер кезінде ала алмаса, ол балаға қалай әсер етеді? Оның әсерінен бала қандай болып туылуы мүмкін? Қазақта мынандай сөз бар. Жерік асқа қанған жетілер, қанбаған кетілер деп. Кетілердің астарында қаншама дүние жатыр. О баланың мән жатыр. Баланың денсаулығы, өсуі, махаббатқа кенелуі, барлығы осы сөздің астарында жатыр. Сондықтан осының барлығын сезінген біздің бабаларымыз сол ананың жерік асын табу арқылы анаға көңіл бөлу. Енді осы өсіп келе жатқан іштегі шаранаға да бұл өте қажет екендігі. Анаға көңіл бөлу арқылы ананың мәртебесін көтеріп, жас ананың көңілін орнықтыру. Дені сау, көреген, білімді, сәлихалы ұрпақ қайдан келеді? Сол айналасындағы барлық жақсылықты қабылдағанда ғана, сонда ғана біздің бұрынғы бабаларымыз сияқты данагөй, шешен, сондай ұрпақтар дүниеге келді. Я рас, қазіргі таңда да мынау қоғамымызда заманның дамуына сай аяғы ауыр жас аналарға берілетін кеңестер бар. Ол сабақта өтіледі мысалға. Бірақ біздің құрсақ шашудың мәнісі
терең мағынасы бар. Айналасындағы ағайын туыстың қарым қатынасының бірігуі, ауызбіршілігі, шынайы жанашырлардың қасында екендігін, соны сезініп, сезінген сондай ана іштегі балаға да рухани беріледі, білімді табиғи түрде береді. Рухани бір білімге кенеліп өскен, махаббатқа кенелген іштегі шарана, оны табиғи түрде болашақта өзі айналасына нұрын шашатын, сондай кемеңгер, данышпан, көреген, кең пейілді ұрпақ табиғи түрде дүниеге келеді. дарынды, талантты, әрине. Іскер, чебер, біздің бабаларымыздың барлығының бойында осындай қасиет болды ғой. Сол мінекей айналасында жақындардың барлық мейірім махаббатты шынай бергенде, ол ана жарайды, ақшасын төлейді, консультациясын алады, кеңесін алады. Бірақ айналасындағылардан бәрібірде қамқорлық көрмесе, ол сабақ күйінде қалуы мүмкін. Соңғы кезде Еуропада зерттелген мынандай бір диагноз қойылған, гестоз деп. Ондай диагнозға ұшыраған аналар аяқ ауранулардың соңғы 3 айында белгі беретінде, ол мынандай депрессия ұшырайды. Көңілсіздік. Ал енді ол қалай ұшырады десеңіз, ол мынау айналасындағы алғашқы аяқ ауыр күннен болса, ол ана іштегі шараны да қажет қылып тұр ғой. Айналасындағылардан дәмді ас қана емес, сол жерде айналасындағылардың қамқорлығын, мейірім, махаббатын қажет қылып тұрады екен. Сол берілмегенде жинала деп ананың организмінде сол өзінің көңілі толмаушылықтан келіп, жаңағыдей жан күйзелісіне алып келетін ауруға душар болады. Көрдіңіз ба? Бұны біздің бабаларымыз бірге балада. Біздің бабаларымыз баяғы заманнан соның барлығын зерттеп, көздері жетіп қорытындысын шығарғандықтан, мінекей осындай алғашқы айларда сезінген сәттен бастап, бұл тәрбие, қамқорлықтың беру керектігінің маңыздылығы өте зор екендігін шашу деген ойлап тапқан. Қазақ осының барлығын тойға айландырып, қуаныш энергиясын көтеру дейді ғой, шынын айтқанда. Сол энергиясын көтеретінде әдемі дастарханмен айналасындағы жақсы тілектерменен адам өмірінің құлпырып өсу үшін жақсы ой дейді ғой. Жақсы ойды салатын ол жақсы орта болу керек. Жақсы орта сол өзінің айналасындағы қамқоршылыққа бөлейтін, мейірімге бөлейтін шынайы жанашырлар. Құрсақ шашу бір-ақ рет беріле ме? Жоқ, құрсақ шашу мысалға алғашқы айда беру керек. Соңғы кездерде біздің заманымызда әбден ай күні таяп, босанғалы тұрған анаға беріп жатады. Ол ондай емес. Одан кейін бірнеше баланы тапқаннан кейін ол өз тәжірибесінде де болады, мысалға, өзінің тәжірибесінде де болады. Бұл тұңғыш ана атануға өте қажетті кеңес. Сондықтан да енді біздің қоғамымызға жетіспей тұрған, яғни ұмыт болып бара жатқан дәстүріміз осы құрсақ шашуды жалпыбеттік жасау керек. Әсіресе енелер осыны енді өзің ұрпақ үшін, әулет үшін осы міндетті түрде жасау керек. Тәрбие негізі ананың құрсағынан басталады. Даму кезеңінен біз әйел адам қалай көңіл күйіміз жақсы болады, бізде баланың да көңіл күйі, эмоциясы көтеріледі. Байқайсыздар ма? Көбінесе ЗПР балалар, аутоиммунды системасы өзгерген балалар, болмаса неврологический қандай да бір нервный жүйке жүйесімен ауырып, басқа балалардан өзгеше туылған балаларда міндетті түрде тікелей оның анасының көңіл күйіне байланысты, анасының жеген ішкеніне біз байланыстырамыз. Сол құрсақ шашу кезінде анасының көңілін көтеру мәселесі де қолға алына ма? Міндетті түрде. Анан, өйткені біздің әйел адамдар өздеріңіз білесіздер, екіқабат кезде біздің мінезіміз басқаша болады. Бұрынғы бағана өкпе ренжісіміз осы екіқабат кезде көрінеді, болмаса екіқабат кезде, болмаса туып болғаннан кейін. Екі түрлі жағдайда біз мінезіміз өзгеріп, психологический стресске міндетті түрде бұл шалдығамыз. Өйткені бұл жерде гормондар өзгереді, жеп ішуіміз де өзгереді.
объем жағынан да өзгереміз, яғни фигура жағымыздан да кетіп, соған да көңіліміз толмауы мүмкін, қабылдай алмаймыз, әсіресе бірінші жүктілік кезімізде. Бұрынғы кісілерден естіп жататынымыз, есік алдында тұрған жалғыз бұзауының бауырын жегім келіп тұр, болмаса бір қасқырдың етін жегім келіп тұр, болмаса қасқырдың өтін, мысалы адам қиялына келмейтін бір заттарды айтуы мүмкін әйел адамдар. Арыстанның жүрегім, мысалы үшін пілдің тағы бір жерін дегендей, сондай әйел адам ақылға қонбайтын жеріктіктер де болады. Бұл жеріктік қалай болады? Көбінесе әйел адамда алдыңғы жүктіліктерінен қалып қалған ыза реніш болса, болмаса ата-енесіне бір өкпесі болса, өзінің жолдасына бір өкпесі болса, адамда сондай агрессивный дейді ғой, бағана өте қатты ыза кектен туындаған бір әйел адамда бір еркеулеулік болмаса өш алғыш дейді. Сондай бір кезеңдер болады екен. Сол себепті біз қазақ құрсақ шашуға өте көңіл аударуымыз керек. Не үшін? Өйткені әйел адамның көңіл күйін де көтеруіміз керек. Тек жеп ішкеніне қана емес, көңіл күйін көтеріп, таза ауаға серуендетіп, жақсы-жақсы сөздермен әйелге мадақтау, мақтау. Жалпы негіз біз әйел адамдар мақтағанды жақсы көреміз, иә? Сол себепті міндетті түрде құрсақ шашу дәстүрін біз ұмытпағанымыз жөн. Біз бүгін құрсақ шашуына келдік. Осындағы келіндерге өзіміздің ақыл кеңесімізді берейік деп. Жаңа түскен аяқ ауыр қараңғы түндерде жүруге болмайды. Қазалы болып жатқан жерге баруға болмайды. Түнде суға баруға болмайды, суға келуге болмайды түнде. Енді ондай жерлерден абайсыздас секем алатын болса, істегі сәбиге үлкен зияны болады. Құрсақ шашу кезінде осындай ақылы кеңесімізді осы келіндерімізге айтуымыз керек. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар. Тозығынан арылып, озығының мән мағынасын жете ұғынып, өмірге енгізу, дені сау, рухы биік, жігері от, ұрпақ өсіп жетілуіндегі басты шарттардың бірі болмақ. Сыбағасы, жаным асың мол болсын.